Сәлеметсіздер ме екінші сынып білім алушылары. Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Батыр ел қорғаны. Бүгінгі сабақ мақсаты мәтіннің мазмұнын жоспар бойынша әңгімелеуді үйренесің. Олай болса балалар, оқулықтарымыздың 78-ші бетін ашып, Жасыбай батыр мәтінін бірге оқиық. Мен сіздерге оқимын, сіздер кітаптарыңызға қарап, менің соңымнан іштей оқып отырыңыздар. Мәтінді түсінуге тырысыңыздар. Жасыбай батыр. Әлкей Жасыбай батыр туралы көп әңгіме естіді. «Әке, Жасыбай батыр деген кім?» деп сұрады. Сонда әкесі оған тағы бір әңгіме айтты. Жасыбай жоңғарлармен соғыста аты шыққан батыр. Баянауылдағы мына Жасыбай көлі сол батырдың атымен аталған. Оның қысқаша тарихы мынадай. Бір соғыста Жасыбайдың әскері азайып қалады. Жау әскері әлденеше есе көп екен. Жасыбай батыр Баян тауының биік асуына барып бекінеді. Ол жоңғарларды асудан өткізбейді. Ұрыста Жасыбайға оқ тиеді. Сол жерде Олжабай батырдың әскері көмекке келеді. Жоңғарларды жеңеді. Жасыбай батырды осы биік асудың басына жерлейді. Олжабай батыр Шойын көлді Жасыбай көлі деп атауға ұсыныс жасайды. Жасыбай батырдың есімі көлге осылай берілген. Енді мынау назарларыңызда Жасыбай батыр, қазіргі Жасыбай батыр көлі. Яғни бұл бұрында Шойын көлді деп аталған. Жасыбайдың осындай ерлік жасағаны үшін Олжабай батыр көлдің атауын батырдың атауына өзгерткен екен. Олай болса, балалар, Жасыбай көлі Баянауыл өлкесінде орналасқан. Сол жайында Баянауыл жеріне саяхат жасауға бейнежазбаны қарап, тамашалап отырыңыздар. Енді балалар, осы Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген Әлкей Марғұлан ұлы туралы қосымша ақпаратты дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бүгінгі күнді жазып, Әлкей Марғұлан туралы 79-шы бетте оқулықтағы өмірбаянын қысқаша түрде дәптерге жазып шығыңыздар. Әлкей Марғұлан 1904 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. Ол кісі қазақтың әдебиеті және тарихын зерттеген үлкен ғалым, филология ғылымының докторы, профессор, қазақ КСР-ға академигі, қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, ұлттық археология мектебінің негізін қалаушысы болған, әдебиеттанушы және шығыстанушы болған. Ол кісі бүкіл одақтық география қоғамының толық мүшесі. Көріп отырғандарыңыздай, Әлкей Марғұлан бізде қазақ халқының өте үлкен ұлы ғалымы болған екен. Осы ақпаратты дәптерлеріңізге қысқаша түрде жазып алыңыздар және біле жүріңіздер.
Енді қарасаңыздар, мынау Жасыбай батырдың ескерткіші Баянауыл өлкесінде, Баянауыл ауданында орналасқан. Және Жасыбай батырдың мазары. Көріп отырғандарыңыздай, мынау Жасыбай көлі. Енді балалар ауызша түрде жоспар бойынша әңгімелеуге тырысыңыздар. Міне 3 жоспар берілген, осы бойынша жаңағы мәтінді ауызша әңгімелеңіздер. Бірінші жоспар бойынша Жасыбайдың жоңғарлармен соғысы. Олжабай батырдың көмегі. Үшінші, көл атауының өзгеруі. Міне 3 жоспар бойынша мәтінді әңгімелеп шығыңыздар. Келесі жазбаша тапсырма орындайсыздар. Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Берілген 3 сұрақты оқып, бірақ сұрақты жазбайсыздар. Бірден бірінші мәтіннен жер аттарын теріп жаз. Яғни бірінші сұрақты оқып, жауабын жазасыздар. Екінші, Жасыбай батыр кімдерге қарсы күрескен? Екінші сұрақты оқып, бірден жауабын жазасыздар. Үшінші деп жазамыз, көлге неліктен Жасыбай батырдың есімі берілді? Мәтіннен сұрақтардың жауабын іздеп тауып, жауаптарын жазып, маған кері байланыс жіберіңіздер. Ал енді үй жұмысын жазып алыңыздар. Өз өлкеңдегі батырлар туралы жазып, әңгімелеп келу. Балалар, біз өз өлкемізде Көкшетау, Бурабай қалаларын алсақ болады. Сол жерде туған, немесе сол жерде аты аңызға айналған батырларды тауып, үлкендердің көмегіне жүгініп, дәптерлеріңізге ақпарат жазып, ол туралы келесі сабақта әңгімелеуге дайындалыңыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қалыптастырушы бағалау мен үй жұмысын орындап, маған жіберулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.